Анық және санаулы сәттерден соң біз сіздермен бірге расымен 2 жыл күткен аламанның қазір ең қызықты сәтіне куә боламыз. Әрине ғасыр ойыншысы Құрманбек Тұрғанбекке назарымыз сәт сайын ауатындығы анық, өйткені ғасыр ойыншысы атанған Құрманбек Тұрғанбек Нұрғасқамен қазір жалпы топты жарып өтіп, алғашқы біріншілердің қатарында алғы шепте өнер көрсететіндігі анық, ойқастап жүріп өнер көрсететін біздің отандасымыз Мәлімбай Ернат Серкені бірінші ол тақымға қысты. Өте маңызды сәт. Алғашқы салымен кездесуді бастасаң, жеңістің негізі осы болады дегеніміз анық. Сол себепті де қазір жұмыла жұдырық болып біздің отандастарымыз шабуылдайды, әріптестердің көмегін күтуде. Ернат Мәлімбай 2000 жылғы жеңіс торымен қазір жеңістің негізін қалауға ниетті. Ал жалпы топты жарып өтіп шеңберге қарай шекедір ұмтылып бара жатыр. Қырғызстан құрамасының ойыншылары да әрине қазір оған кедергі жасауға тырысады. Шеңберге жақындады. Алайда Қырғызстан құрамасының 2-1 ойыншысы Кесе Көлденеңінен астындағы сәйгүліктерін әбден қойып, сайысқа да салымға да әбден дағдыланып қалған бұл жерде сәйгүліктер расымен-ақ Қырғызстан құрамасы аттарын сұрыптауды 1 жыл бұрын бастаған дейді. Алғашқы салым, құрметті көрермендер, Ернат Мәлімбай бұл кездесуде есеп ашты және қазақ жанкүйерінің қазір нағыз қиқуға салған сәті. Ернат Мәлімбай атап өттік қой, жеңіс торыны тізгіндеген бұл отандасымыз жеңістің негізін қалайтындығы анық. Ернат Мәлімбай 2000 жылы дүниеге келген жеңіс торы Ақылбай Мәңкеевтің үміт артқан сақа ойыншыларының, белді ойыншыларының бірі. Алдыда жалпы топты жарып өтіп, бірнеше мәрте қарсыластарын айналып өтіп алды да бұл жерде ешқандай да сұрақ жоқ. Әдемі салым, әсерлі салым және Қырғызстан құрамасы қазір көз жазып қалды. Сөздің ашығы Мәлімбай Ернаттан енді қазір қызыл жейде келген жігіттердің қазір енді намысқа тырысатын сәті. Серкеге талас 13 және 9 нөмірдегі ойыншылар бұл жерде әрине біздің жігіттердің сапында да кез келген ойыншы жекпе-жекте де жалпы топта да жаппай көкпарда да әбден сыналып сынның сүзгісінен өткен спортшылар. Сол себепті де бұл жерде әрбір кездесудің әр минутынан біз сіздермен бірге ләззат алатындығымыз анық. Қуанбек Қубатов та зер салсаңыздар қазір бұл кездесуде өз шәкірттерінің әрбір іс-қимылын қырағы назарда ұстауда. Біз сіздермен бірге атап өтейік. Сонымен қоса командадағы ең жас ойыншысы Ернат Мәлімбай жас болса да баспын дейді. Ернат Мәлімбай кездесудегі есеп ашқан, осылайша жалындап тұрған жастармен сапын толтырған Қазақстан құрамасы бүгін намысты қолдан бермейтіндігі анық. Жекпе-жек, әрине жекпе-жек десе жанкүйерлердің қазір барлығы да тік тұрып қос құраманың үздіктеріне, менміндеген үздіктеріне қолда көрсететіндігі анық. Ернат Мәлімбай алғашқы салымның авторы, міне өзі де жекпе-жекте барын салуға әзір. Ал 8-ші нөмірде Айдарханұлы Ерсұлтан қазір онымен теке-тіріске шықпақ. Астындағы сәйгүлігін қараңыздар. Жеңіс торы деген әбден дәл осы жекпе-жекке ысылған, әбден дағдыланған сәйгүлік қой. Ал бұл жерде Серке қазір алаңның сыртынан шығып кеткен сияқты. Жанкүйерлердің тіпті теңдей жартысы қазір тік тұрып бұл кездесуді тамашалауда. Қапталда орын жоқ. Расымен-ақ біз бұл кездесуді өзімізде бар тамашалағымыз келді. Алайда бұл көшпенділер ойындары басталмай тұрып жарысты ұйымдастырушылар көкпар бәсекесінің көк бөріде финалға барлық билеттер бәсеке басталмай тұрып сатылып кеткендігін атап өткен болатын. Бұл әрине бірінші кезекте көкпар мен көкбөріге қазір жанкүйерлердің расымен-ақ ерекше ықыласының тағы бір дәлелі. Кезекті жекпе-жек Құрманбек Тұрғанбек бұл бәсекеде ғасыр ойыншысы. Жалпы Қырғызстанда да құрметті меймандардың бірі Құрманбек Тұрғанбек, астындағы Нұрғасқа расымен-ақ ең бір еліміздегі тіпті көршілес елдерде де танымал сәйгүліктердің бірі Қуанышбек Сұлтанұлы және Құрманбек Тұрғанбектің Серкеге таласқан сәті. Қырғызстандық спортшы бірінші болып Серкені тақымға қысқысы келген еді. Алайда Құрманбек Тұрғанбек қазір намысты қолдан бермей енді бірден жармасып жүріп қазір Серкені тартып алуға ниетті. Шеңберден шықса жаппай додада әрмен қарай Серке сарапқа салынады. Қазір мықтап тұрып
тақымға қысты. Екінші нөмірлі Сұлтанбек Қуанышбек және қазір шеңберден шығып кеткен сәтте әрмен қарай шабуылды қалай жалғастырам, қалай үйлестірем деп әріптестеріне бір зер салды. Шеңберден шықты және Қырғызстан құрамасының спортшысы шеңберге ұмтылған сәт тіпті тізгінді жібере салып, қазір шабуылға ұмтылып шеңберді нысанаға алатындығы анық. Ал Құрманбек Тұрғанбек болса қорғаныста да әріптестеріне көмекке келуге дайын. Серкеге талас барын салып, жан салып, өз өнерін ортаға салып жатыр. Сұлтанбекұлы Қуанышбек әлі де болса біздің көкжиде киген жігіттер шеңберге жақындатқысы келмейді қырғызстандық спортшыны. Расымен-ақ шеңберге жақындатпау қажет. Жұмыла жұдырық болып, ұйымдаса қимылдап, қазір Қырғызстан құрамасының ойыншыларын өз аймағына жақындатқысы келмейді. Серке әлі де болса дәл осы екінші нөмірлі Сұлтанұлы Қуанышбектің еншісінде ең шиеленісті сәттердің бірі. Кездесу басталған сәттен, өйткені жаппай додада әлі де болса Серке қай палуанның, қай көкпаршының еншісіне кететініне әлі сұраққа жауап алған жоқпыз. Біраз күшті жұмсады Сұлтанұлы Қуанышбек. Елестетіңіздер, бір Серкені бірнеше минут көлемінде ал топты жарып өтіп, шеңберге жақындады. Есеп 1-1. Міне нағыз кездесу, нағыз ел классикосындағы нағыз жанкүйерлер асыға күткен сәтте осы болар. Бәсеке енді қыза түспек. Айбек, бүгінгі кездесудің дәл осы сәтінде қандай ерекше бір көңіл күйді сезіп отырсың ба? Әрине енді жалпы ат үстіндегі шабандоздан бөлек осы көгілдір экран ар жағында отырған біздің өзіміз кішкене қорқақтап отырғанымыз рас. Әрине, себебі осы Серкені алған беттен қысым көрсеткен екі бірді елдің шабандоздары қазір бір-бірін аяп жатқан жоқ. Бірақ дегенмен де бұл спорт, мұндай жағдай әрине елдің намысы үшін қазір міне екі елдің жігіттері додаға түсіп ұпай айырмасын өзгертуге бірі асығып, бірі қарсыластың тақымдағы Серкеге жармасқан сәт. Қазір енді Серке алаңнан шығып кетті. Ең бірінші кезекте әрине бұл жерде төрешілердің пәрменіне мойынсыну қажет. Бұл жерде енді Серке алаң жиегінде. Ал міне енді жеке дара 5-ші нөмірдегі Нышанбеков Абылайхан астындағы Нұртөбелмен кезекті салымға қарай асығады. Алғаш болып есепті ашқан қазақ жігіттері енді есеп теңескен сәтте есепті еселеуге Нұртөбел мен Нышанбеков Абылайхан асықты. Бірақ өкінішке қарай қарсылас ойыншылар қазір қысым көрсетіп жатыр. Бірақ оған қарамастан Абылайханның сағы сынбайды. Абылайхан осыған дейін өткен бірнеше додаларда өзінің бағын сынап талай салымдардың иегері атанған Абылайхан Нышанбеков 1994 жылы Түркістан облысының шабандозы ұлттық спорт түрлерінің республикалық фестивалінің жеңімпазы. 2015 жылы әлем чемпионы деген атақ дәрежесі бар. Абылайхан Нышанбековке бұл мәселе болып па кезекті салымды салу? Қазір енді нағыз финал. Міне талас тартысқа толы. Жаңағы бір сәтте қазақ шабандоздары, қазақ көкпаршылары тақымға қысқан Серкені өкінішке қарай жерге түсіріп алды. Енді әрі қарай қазір міне қазанат ат шабарына жиналған жанкүйерлердің қиқуынан көріп отырсыздар. Осындай жанкүйерлердің қиқуынан қалайша шабыт алмасқа? Абылайхан Нышанбеков осыдан бірер сәт бұрын жеке дара салымға асыққан. Енді міне қазір Серке 10-ші нөмірдегі қырғыз елінің шабандозында Ниязов Манас, оған қысым көрсетіп жүрген 11-ші нөмірдегі Құрманбай Есжан. Өте керемет, қараңыздар қандай жан алсып жан беріскен сәт. Бұл жерде аттың үстіндегі шабандозда сыналатын сәт. Ал енді міне кезек 10-ші нөмірдегі Ниязов Манас өзінің тақымдағы Серкеден тапжылмай айырылып кезекті салымға асығуда. Ал әлінде бұл жерде Әзімбай Бақытжан өте керемет өнер көрсеткен, алайда салым қырғыз елінің еншісінде кетті. Бұл 1-2 деген есеп аса бір қорқынышты емес Азат. Бұл сусымалы. Кез келген сәтте қазір біздің жігіттердің де шамасы жетеді.
қазақ ат десе, оның үстіне осы көкпар десе шерасын жерге қоятын халықпыз. Жеңіліп тұрып талай жарыста топ жарып оза шапқан біздің шабандоздарымызға бұл жай ғана сынақ деп білейік. Қазір енді осы бір тұста бас бапкер бір маңызды шешім қабылдап, бір маңызды ойындарда өткізеді дегенге сенім білдіреміз. Ал міне енді есепте алға шыққан қырғыздардың ендігі мақсаты қорғану. Бұл жерде енді қазақ жігіттері Серкені тақымға қысқан шабандозды ортаға алып, қарсыластың ығына жығылмай салымға қарай асыққан, алайда Серке алаң жегінен шығып кетті. Ал енді жекпе-жек. Бұл жерде 9-шы нөмірдегі Мәлімбай Ернат Қайратұлы. Мәлімбай Ернат Қайратұлы осы алғашқы әдегеннен ақ алғашқы салымды салған еліміздің мақтанышы, Көкпар Федерация кубогының жеңімпазы 2021 жылы, ұлттық спорт түрлерінен республикалық фестивальдің 2 дүркін жеңімпазы. Осындай атақ даңқы бар біздің жас болса да бас болып жүрген Ернат Мәлімбайдың өнеріне куә болған халық қазір міне қошемет соғып жатыр. Ал міне кезекті талас тартыс. Бұл жерден осыған дейін өткен ақш пен Түркия, өзге де мемлекеттермен болған бәсеке, әрине бұл бір құтты оқу жаттығу жиыны іспеттес болды. Енді міне сол бір тек төккен тердің, еткен еңбектің нәтижесін көретін сәт келді. Есеп әзірге 1-2, бірақ дегенмен де біздің жігіттердің жігері соңына дейін сарқылмайды. Ал қызуғанда Айырқалпақта қырғыз елінің жанкүйерлерімен еліміздің қарагөз қарындастары міне өте керемет жанкүйерлердің нағыз бір көрінісін көрсетуде. Шеңбер ортада. Серке қазір енді кезекті жекпе-жекке шығатын. Көкпаршылар ортаға келуі тиіс. Байқап отырсаң, Азат, негізі мұндай кездесулерде жиі кикілжің болатын. Бұл жолы екі құраманың ойыншылары алдында, осы кездесудің алдында бір-бірімен қол алысып, құшақтасып, кім жеңсе де достық жеңсін, шын мықта ұпайға ие болсын деп өзара серт берген секілді. Кез келген тұста міне енді талас тартысқа толы ойында бір-бірімен байқап отырсаң сөзге келіп жатқан жоқ. Бұл да бір әдемі көрініс деп есептейміз ғой. Иә, расымен-ақ дәл қазіргі сәтте қазақ қырғыз бір туған деген сөздермен, ұранмен дейік басталған дәл осы көшпенділер ойындарындағы Қырғызстаннан алыстан келген көрермен мен жанкүйердің дәл осы сөздерді бұл кездесуге бір айқын дәлел сияқты, құрметті көрермендер. Өйткені атап өткеніміздей дәл қазіргі сәтте Қырғызстан құрамасының ойыншылары қазір зият салайық, төрешінің шешімі қандай болады? Есеп 1-3. 6 минут 17 секунд әлде уақыт бар. Қазір төрешінің біз кеңесін күтіп отырмыз. Міне біздің назарымызда Ұлан Байтөреевне қаранарға отырғызылды 2 минутқа. Дәл осы ойыншының, біздің ардагеріміздің қазір көмегіне жүгіне алмайды. Ұлттық құрама тау жеренді тізгіндеген Ұлан Байтөреев енді кездесуде 2 минут көлемінде тек қана қапталдан тамашалайды. Ұлан Байтөреев біздің командамыздағы ең тәжірибелі ойыншы, 1979 жыл дүниеге келген. Енді қазір біздің назарымызда кездесу жалғасын табады. Әлде 6 минуттан астам уақыт бар. Кездесуде есеп айырмасын қысқартуға енді Қазақстан құрамасының ойыншылары алға ұмтылуы тиіс. Ернат Мәлімбай бұл кездесуде Қазақстан құрамасы
құрамасы сапында көзге түскен қанжығасы майланған әзірге жалғыз ойыншы Ернат Мәлімбай, сонымен қоса ең жас ойыншы жеңіс орнын тізгіндеген кездесу жалғасын табады. Қазір біздің аймаққа қарай қырғызстандық спортшылар серкені ығыстырып, жалпы топ болып алға ұмтылуда. Енді зер салсаңыздар, бір ойыншыға Қазақстан құрамасының қазір сапы кем, сол себепті де енді қазір біздің жігіттерге ұйымдаса өнер көрсету қажет. Жұмыла жұдырық болып серкеге таласта қазір серкені тартып алды, алайда қазір кездесу әрмен қарай жалғасын табуы тиіс. Ернат Мәлімбай қазір тағы бір мәрте кездесуді жалғастыруға ниетті, астындағы сәйгүлігі сәл бір тізгіндеген палуанның пәрменіне көнбеген сияқты. Ал Қазақстан және Қырғызстан құрамасының екі бірдей мемлекеттің өкілдері дәл осылай әдемі үйлесімділік табуда, жанкүйерлер де араласып отыр. Құрметті көрермендер, біздің назарымызда әрине қолдау бар жерде жеңіс болатындығы анық, және біз сіздермен бірге әрине дәл осындай қолдауда, дәл осындай жанкүйерлердің ыстық ықыласы бар жерде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов пен мемлекет басшысының көмекшісі Руслан Желдібай бүгін ортамызда отыр. Олар көкпар ойынның финалдық кездесуінде құрамамызды қолдап, дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысушыларға әрине сәттілік тілеп келгендігі анық. Ал дәл осындай қолдау бар сәтте жанкүйерлерін жерге қаратпауға тырысады Қазақстан құрамасы. Ал жеке дара алға қарай ұмтылып келе жатқан Қырғызстан құрамасының спортшысы тағы бір салым қазір есепке алына ма? Жоқ, есепке алынбауы тиіс дейді біздің 12-ші нөмірлі ойыншы Әділет Мамыт. Ал біздің назарымызда серке шеңберге толығымен түспеген көкпардың ережесіне сәйкес, егер де серкенің бір жақ сирағы немесе оның дене мүшесі шеңберден сырт қалса, сырт аймақта қалса, онда кездесу жалғасын табады. Бұл салым есепке алынбайды. Жеке дара алға қарай ұмтылған еді 5-ші нөмірлі ойыншы, бұл Ерлан Толобеков. Алайда абырой болғанда серке бұл жолы шеңберден сырт қалды. Серкеге талас жаппай додада қазір Қазақстан құрамасының 8-ші нөмірлі ойыншысы Ернар Жарылқасын қазір ойқастап тұрып серкеге таласуда. Қос құраманың өкілдері Жолдасбек Орозбоев пен Ернар Жарылқасын арасындағы тартыста бұл жерде серке алаңнан шығып кетті. Қазір тағы да біз сіздермен бірге тартысты кездесудің жалғасын тапқан сәтке куә боламыз. Қазақстан, Қырғызстан атап өткеніміздей аздаған үзілістен кейін жанкүйерлер де енді кездесуді жалғастыруға дайын. Екі құраманың қазір менмін деген өкілдері енді жекпе-жекте барын салуға әзір. Қазақстан құрамасы сапында бұл жол кімге үміт артылады? 9-ші нөмірдегі Ернат Мәлімбай дәл қазіргі сәтте ерекше белсенділігімен көзге түсіп жатқан ойыншылардың бірі Қубанышбек. Сіздердің назарларыңызда Сұлтанұлы 2-ші нөмірлі ойыншы. Ал серкеге таласты қазір төреші. Менің пәрменім айтылғаннан кейін ғана серкеге таласты бастау қажет дейді. Ал ойқастап жүріп Ернат Мәлімбай қарсылас серкесімен қосып шеңберден шығарып жіберді. Алайда серке әлі де болса қырғызстандық палуанның еншісінде. Тағы да қызыл жейде киген жігіттер шабуылға қарай ұмтылуда. 2,5 минут уақыт бар бірінші кезеңнің аяқталуына. Ал енді біздің ойыншымыз қос қапталдан қысып қырғызстандық спортшыны алға қарай жібермеуге тырысады. Ал қапталдан кеп зер салыңыздар, қандай шиеленісті, қандай бәсекелестік. Тіпті серкені жоғары жылдамдықпен келіп соқтығысқан сәтте серке құлапты қалған екен. Қазір тағы да серкеге таласта қай құрама ойыншылардың мерейі үстем болады? 3-ші нөмірлі Бақытжан Әзімбай бұл мүмкіндікті шығармау қажет, өйткені 2 минут уақыт бар. Қазақстандық жанкүйерлердің қиқуын естіп отырмыз. Серке алаңнан шығып кетпеу үшін әріптестеріне тастап кетті. Әлі де болса серке біздің еншімізде. Қырғызстан құрамасының ойыншылары енді бірінші кезекте олардың қорғаныс шебінде басымдықпен өнер көрсететін ойыншылары енді 3 бірдей ойыншыға қазір тап болды. Біздің көкпаршымыз, біздің палуанымыз алайда қаймығып жатқан жоқ. Жеке дара жалпы топ жарып өтіп қазір алға қарай ұмтылуға ниетті. Шеңберге қарай ұмтылуда. 1-ші нөмірлі Құрманбек Тұрғанбек Құрмаш палуан алға қарай ұмтылуда. Оған көмекке келген Құлажан Тоғайбаев Нұрғасқа мен
бұйрықтың қазір қараңыздаршы, әдемі үйлесім тауып, дуэт болып, шабуылдап, жұп болып, шабуылдап алға ұмтылып жатқан сәті, және Құрмаш Серкені шығарып алмақ қолдан, өйткені Нұрғасқаны тізгіндеген өзің бастаған жігіттердің қазір намысын қайрайтын және жеңіске деген жігерін оятатын сәт. Бірінші кезеңде егерде біз есеп айырмасын тағы да қысқарта білсек, онда үзілістен кейін тағы да жеңіске деген біздің ұмтылыстың арта түсетіндігі анық. Әлі де болса Серке Құрманбек Тұрғанбектің еншісінде шеңберге жақындады. Қалайда қырғыз ағайын қазір мүмкіндік бермеуде шеңберге Серкені салуға, және Серке қайда? Біз әзірге көз жазып қалған сияқтымыз. Жарты минут уақыт бар. Бұны да әрине команда өкілдері, бірінші кезекте жетекшілер Ақылбай Мәнкеев пен Нұрдәулет Момынов та барлығы да айтып отырған болар. Соңғы шабуыл біздің еншімізде болуы тиіс. Уақыт жеткілікті 20 секунд. Ал Қырғызстан құрамасының өкілдері қараңыздар, қандай қыспаққа, қандай тегеурінге тап болды Құрманбек Тұрғанбек. Соңғы секундтар шеңберге ұмтылу қажет. Әттеген-ай, уақыт қазір жетпейтін сияқты. Құрмаштың дәл осы Серкені шеңберге қарай нысанаға алуға, және бірінші кезеңнің қазір соңғы секундтары сырғып өтуде, және төреші әрине бірінші кезеңнің аяқталғандығын да айтатын болар. Сонымен бұл кездесудің бірінші кезеңіне расымен әрбір минуты, әрбір алаңның әрбір сантиметр үшін айқас өтіп жатыр деп сеніммен айтуымызға болады. Қазақстан және қоса көкпардың финалдық ойынына жігіттерімізге Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбекте қолдау көрсетуге арнайы келген. Сол себепті енді біздің атқа қонған алыптарымыз намысты қолдан бермей, екінші кезеңде бірінші және тайымның бірінші кезеңнің қазір жеңілісінің есесін қайтарады деген үміттеміз. Бар болған 2 ұпайға ғана қарсыластарымыз алда. Сонымен Қазақстан және Қырғызстан құрамасы, бұл құрамалардың толық тізімін біз кездесу басталған сәтте жіпке тізген болатынбыз. Ал кездесу барысында біз сіздерге тағы да 2 құраманың нағыз сақа ойыншыларын еске түсіріп, олардың астындағы тізгіндеген сәйгүліктеріне де арнайы тоқталатын боламыз. Қазір Қырғызстан және Қазақстан құрамасы, қазір сәйгүлігіне атты мықтап қысқан. Бұл Есенұлы Өмірбек, сіздер назарларыңызда, және салым есепке алына ма, жоқ, алынбайтын сияқты. Қазір көрейік төрешінің шешімі қандай болады. Өйткені Серке толығымен шеңбердің ішінде болмаса, бұл салым есепке алынбауы әбден мүмкін. Қазір бас төреші бұл жерде зер салып соңғы шешімін шығарады. Таблодағы есеп өзгерген жоқ, және бұл жерде 12-ші нөмірлі Есенұлы Өмірбектің бұл ұмтылысы есепке алынбайтын сияқты. Ешкімде кедергі жасаған жоқ. Қалайда абырой болғанда Серке бұл жолы бізге серік болған екен. Былай жерге домалап барды да шеңбердің шеткі аймағына келіп топ етті, және Қырғызстан құрамасы бұл жолы ұпайдан қағылды. Ал Қазақстан құрамасы әзірге есеп 1-3. Серке қазір тағы да Қырғызстан құрамасының өкілдерінде жоқ. Бұл жерде қазір жеке дара жаппай додан тамашалайтын боламыз. Өйткені егерде Серке алаңнан шығып кеткен жағдайда біз жекпе-жектің куәсі болатын едік. 5-ші нөмірлі біздің ойыншымыз Абылайхан Нышанбеков, құрама сапындағы ең тәжірибелі ойыншылардың бірі, Нұртөбелді тізгіндеген біздің Абылайхан Нышанбеков, және бұл жерде салым есепке алына ма, жоқ па? Қазір көрейік. Жоқ, бұл жолы да Серке алаңның ішінде. Құрметті көрермендер, салым есеп 2-3. Қазақстан құрамасы есеп айырмасын қысқартты. Жанкүйерлер қиқуға салып орындарынан тік тұрып қазір қызу қолдау көрсетуде. Абылайхан Нышанбеков жарады. Астындағы Нұртөбел 1994 жылы дүниеге келген біздің қазір палуанымыз жеңіске деген жігерді, жеңіске деген ұмтылысты танытты. Қалай, бар күшімен алды да Серкені тастаған сәтте Серке бір аунап барып алды да шеңбердің ортасына кеп түсті. Әрине біз үшін бұл жолы расымен бұл салымның орны ерек, өйткені есеп айырмасын тағы да қысқарта алдық. Енді Серкеден көз жазып қалмау қажет. Бірінші болып Серкеге ұмтылып жаппай додада қазір қай ойыншының еншісінде, қай ойыншының тақымда кетеді. Сонымен Серкеге талас. Қырғызстан құрамасының ойыншысы бұл жерде 13 нөмірлі ойыншыда жоқ. 2-ші нөмірлі Сұлтанұлы Қубанышбек бірінші кезеңде қанжығасы майлан салым авторы атанған еді. Сұлтанұлы Қубанышбек, және сіздердің назарларыңызда Серкеге талас, жаппай дода бір-бірін дәл осы аймақтан ығыстырып шығаруға тырысып жатқан көкпаршылар мен Серкеге таласта қазір қарсыластың осылайша
ойқастап жүріп өнер көрсеткен сәтінде қазір үзіліс орын алатын сияқты. 2 минут көлемінде Серкені алаңнан көтеріп алған жоқ. Сол себепті екі құраманың қазір менмін деген өкілдері барын салуы тиіс. Қазақстан құрамасының жанкүйерлер қандай қызу қолдау. Бүгін қазанатта ине шаншар жер жоқ. Екі құраманың қазір жеке-жара жекпе-жектегі үздік өкілдері. Бұл әрине 5-ші нөмірлі Абылайхан Нышанбеков тағы да өз бағын, өз шеберлігін паш етуге тас түйін дайынмын дейді. Айдархан ұлы Ерсұлтан бұл жерде Серкені көтеріп алды. Ал біздің Абылайханға қазір алға қарай ұмтылу қажет. Егер де қарсылас шеңберден дәл осы Серкемен шығып кеткен жағдайда біз үшін шабуылдау қиындай түседі. Әріптесіне бұл жерде Серкені ұсынды. Майранбек Рысбек бұл жерде Серкені тақымға қысып алға қарай желмен ұшып, желмен жарысып алға қарай ұмтылып бара жатыр. Оған қазір қарсылық көрсете алатын, оны біздің аймағымызға өткізбейтін, оған кедергі жасайтын біздің жігіттер тас түйін дайын. Солардың бірі әрине Ұлан Байтуреев, құрама сапындағы ең тәжірибелі ойыншы. Серкеге талас әлі де жалғасуда. Серкеге талас жалғасуда. Қос қапталдан келіп көмекке келіп жатқан және ойқастап жүріп өнер көрсетіп бір отандасымыз аттан құлап қалған екен. Қазір дәл осы сәтте 2-1-дей ойыншы аттан құлап қалды. 11-ші нөмірлі Ешжан Құрманбай Компит атты сәйгүлікті тізгіндеген. Енді абырой болғанда қазір 2-1-дей ойыншыда жарақат алған жоқ деген ойдамыз. Өйткені Қазақстан және Қырғызстан құрамасының 2-1-дей ойыншысы аттан құлап қалған екен. Енді аттан құласа да бұл жерде енді намысқа тырысып дер кезінде зер салсаңыздар, аттан құлады да бірден алаңнан шығып кетіп әріптесіне өз орнын ұсынуға ниетті екен. Ал бұл жерде ереже бұзылма, қандай жоғары жойқын жылдамдықпен келіп соқтығысты. Бұл жерде ең бастысы жарақат алған жоқ деген үміттеміз. Бұл жерде енді Оразбоев Жолдасбектің бұл жерде әрекеті желмен жарыса келе жатып алдыда біздің Ұлан Байтуреев тізгіндеген атқа көлденеңнен кеп соқтығысты. Енді бұл жерде аттарға да оңай емес. Жеке-дара жекпе-жекте біздің Құрманбек, Тұрғанбек, Құрмаш палуан шабуылдау қажет, шабуыл қажет. Толасы шабуыл жеңістің негізі. Құрманбектің серкесіне жармасқан өзге қарсыластарды қазір тіпті елемейді. Оларды қазір айналып өтіп, жалпы топты жарып өтіп, не алға қарай ұмтылып бара жатқан сәті. Шеңбердің саны қалады. Қазір Құрманбек, Тұрғанбек, Құрмаш палуанның шеңберге жақындаған сәтте міне барлық қарсыластары мен оның командаластары алға қарай ұмтылып оған көмекке келуге дайын. Алайда оған да оңай емес. Өйткені Сұлтанұлы Қубанышбекте бұл жерде Серкеден ниетті есеп 3-3. Құрмаш палуан жарадың бәрекелді дейміз. Осы ретте есепті теңестіре білген ғасыр ойыншысынан біз тек қана осыны күттік. Құрмаш палуанның, Құрманбек Тұрғанбекұлының нұр қасқасы осылайша Қазақстан құрамасы үшін ең маңызды ұпайлардың бірін салып берді. Айбек, не айтасың? Әрине, осы ретте мына бір өлең жолдары еске түседі. Ат керек ауыздығын шайнайтұғын, бап керек сол тұлпарды сайлайтұғын, қайратты ерген мықты жігіт керек сол аттың құлағында ойнайтұғын деп міне нағыз салымды салған қазақ жігіті, қазақ шабандозы мінекей есепті теңестірді. Қуан қазақ елі. Енді әрі қарай осы бір жеңісті жолын жалғап, осы бір шабандоздың нағыз бір тектілігін, жалпы осы бір тұста қалай Серкені тартып алғандығы қанша қарасаң да көзің сүйсініп тұра бергің келеді. Ал дәл қазір сәтте енді Серке алаң жеңінен шығып кеткен екен. Енді төреші өзінің жалаушасын көтеріп Серке ортаға тасталады. Қазір енді 12 минут уақыт қалды. Дәл осы уақыт аралығында енді бірі салым салып, есепті еселеп алға шығуға талпынатыны ол түсінікті. Назарларыңызда енді біздің шабандоздарымыз қазір 9-шы нөмірдегі Мәлімбай Ернат Қайратұлы Серкені бірден жерден көтерді дағына. Салымға қарай асыққан тұста мінекей қарсылас команданың ойыншылары Серкеге жармасты. Қазір міне енді талас тартысқа толы нағыз финал міне. Бұл ойында көргендер манда, көрмегендер манда. Қазанат атшабарына арнайы барып, жұмысын ысырған көрермендердің
еш өкініші жоқ шығар Азат осы тұста. Қаншама уақыт күтті бұл кездесуді, қаншама сындар айтылды, сол бір сынға енді нақты бір жауап беретін нәтиже керек. Тақымдағы Серкеге таласқан жігіттердің мінекей айқасын көріп отырмыз, қадірлі ағайын. Бұл жерде енді ережеге сай болуы қажет. Және 10-шы нөмірдегі біздің командадағы Жамалбек Арман назарларыңызда көк шәйнек атты тұлпарымен жеке дара шауып баруға асығуда. Ей жігітім, босат енді тізгінді, арғымақтың еркіне бер бұл күнді. Жануардың мықтап ұстап жалынан босат енді тізгінді деп. Қазір салымға асыққан біздің осы бір тұстағы мүмкіндігіміз. Қазір міне 10-шы нөмірдегі Жамалбек Арман, Байтөреев ұлан екеуі қосақтасып қазір кезекті салымға асыққан, алайда Серке жектен шығып кетті. Сонымен құрметті көрермендер, тау жиренді тізгендеген 1979 жылы дүниеге келген біздің тәжірибелі палуандарымызда әлі де бабында Ұлан Байтөреев. Қараңыздар, бұл жерде енді 30-дың ордасын бұзып, 40-тың қырқасына шыққан жігіттерде біздің қазір нағыз ел ағалар атанған ең тәжірибелі біздің спортшыларымызда барын салуға әзір Абылайхан Нышанбековке бүгін артылар үмітте, тапсырмада өте жоғары. Өйткені Абылайхан Нышанбеков Нұртөбелмен сонау Түркия жерінде де барын салып, салым авторы атанған еді. Дәл осы Изник аймағында осыдан 2 жыл бұрын бұл жолда Абылайхан Нышанбеков сол кездегі жеңісті сәтті, сол кездегі ұмтылысты, сол кездегі жеңіске деген жігерді байқататын сәт. Ал оның қарсыласы 8-ші нөмірдегі ойыншы бұл Айдарханұлы Ерсұлтан. Қазір қарсыласын жақындатқысы келмейді Серкеге. Ал көз жазып қалған сәтте біздің отандасымыз Абылайхан Нышанбеков. Жоқ, бұл жерде қазір көрейік, төреш қандай шешім шығарады. Қаранарға бұл жерде кім отырғызылады? 8-ші нөмірлі Айдарханұлы Ерсұлтан ойын ережесін бұзғандығы үшін 2 минуттық айып уақытымен жазаланды. Ал біздің отандастарымыз үшін, біздің жігіттер үшін ең маңызды сәт. Абылайхан Нышанбеков жеке дара аттың тізгінін жібере салып, желмен жарысып алға ұмтылып бара жатыр. Міне айып уақыты да сіздердің назарларыңызда. Ал Абылайхан Нышанбековтың қазір ерлейтін сәті және салым! Абылайхан Нышанбеков Қазақстан құрамасын есепте алға шығарды. Нұртөбелмен қазір расымен-ақ біздің дәл осы алаңды бір нұрландырғандай және жанкүйерлердің делебесін қоздырған Абылайхан Нышанбеков 1994 жыл дүниеге келген жанкүйерлердің расымен-ақ бірінші кезеңнен бір сәтке де тізе бүкпей тік тұрып жанкүйерлер қызу қолдау көрсетіп жатқандығы анық. Бірінші кезекте әсіресе Айдарханұлы Ерсұлтанның бұл жерде ереже бұзып Қаранарға отырғызылғандығы үшін біздің отандастарымызға бұл өте жақсы тиімді сәт болды. Біздің жігіттерді қарап қалған жоқ. Орайы келген кезде темірді қызғанда соқ дейміз, алға қарай ұмтылды да осылайша есепте енді Қазақстан құрамасы алға өзді. Естеріңізге сала кетсек, бірінші кезеңде Қазақстан құрамасы 1-3 есебімен есе жіберіп жатқан еді. Алайда көзді ашып жұмғанша біздің жігіттеріне ерлерді намысқа тырысып, еліміздің намысын жыртып жатқан бұл жігіттер енді 2017 жылғы көкпардан тұңғыш әлем чемпионатындағы нәтижені қайталауға бір табан жақын және әрине қолдау көрсетіп, тағы да 7 минут көлемінде ұлттық арна эфирінде теледидарға телмірген жанкүйерлермен бірге біздің жүрегіміз бір және қолдауымыз да ерекше болады деген үміттеміз. Алаңнан шығып кетті бұл жерде Серке және қазір орталық аймақта біз
сіздермен бірге тағы да кезекті айқастың куәсі боламыз. Расымен ақ 100-ден астам спортшы, 100-ден астам көкпаршы бақ сынаған бәсекенің қазір ең маңызды сәті, ал 8-ші нөмірлі тағы бір сәтте бұл жерде не болды? Құрметті көрермендер, тағы да сабырға шақырып жатыр. Бұл жерде бірден екі құраманың өкілдерін 8-ші нөмірлі Ернар Жарылқасын желкесін ұстап аттың үстінде қазір өзін жайсыз сезініп жатқандығын көрсеткен еді, алайда кездесу жалғасын табады деген үміттеміз. Өйткені бірінші кезеңнің өзінде үзіліс орын алған еді, алайда қазір кездесу дәл осы тәртіппен жалғасын табады деген үміттеміз. Өйткені әлі де болса 6 минуттан астам уақыт бар. Не салпыншақ таққан біздің тақия киген біздің қыздарымыз да әрине бүгін отандастарына қызу қолдау көрсетуге дайын. Заң сақшылары да әр сәт сайын тікелей өз қызметтеріне кірісіп, егерде бір сұрақ туындатқан жағдайлар болған сәттерде бірден көмекке келуге әзір. Екінші нөмірлі Сұлтанұлы Қубанышбек сіздердің назарларыңызда. Сонымен 5 минут 48 секунд таблодағы уақыт көрсеткіші. Серкеге таласта қазір жекпе-жекте екі құраманың менмін деген өкілдері тағы да өзін барын салуға тиіс. Және Құрмаш палуан Серкені мұқтап ұстады. Сұлтанұлы Қубанышбек онымен қазір тартысқа түсіп жатқан сәт. Дәл осы сәттерде біз сіздермен бірге аударыспақтың да бір элементтерін байқап қалуымыз әбден мүмкін. Серке шеңберден шықты. Сол себептен енді жаппай додада бұл жерде Сұлтанұлы Қубанышбек тіпті атымен бірге құлатып тастаған екен, алайда бірден атын тізгіндеп жаппай додаға қайтадан араласуға әзір. Ең бастысы қазір дәл осы әділ ойын, дәл осындай ережеге сай кездесу соңғы 5 минутта да жалғасады деген үміттеміз. Құрманбек Тұрғанбек әлі де болса Серкені өз еншісінен шығарғысы жоқ. Оған көмекке келген әріптестері Елдос Асыл және оның тағы бір әріптесі. Қараңыздар, екі жақтан Серкені мықтап ұстады, алайда дәл осы аттардың ортасына келіп, дәл осы жерде қорғаныстың өзі де тіпті шыдас бермей жатыр. Аттардың тегеурініне ең бастысы қапталда тұрған көмекшілер мен қазір бақ өкілдері тергесінде қашып үлгерді. Құрманбек Тұрғанбек астындағы Нұрғасқа, сонымен қоса енді ерекше көзге түсіп жатқан ойыншылар Абылайхан Шамбек тізгіндеген Нұртөбел, Кәмпитті тізгіндеген Есжан Құрманбай мен Ұлан Байтөреевтің тау жирені қазір расымен ақ тауды қопаратындай бір қауқарды танытуда. Расымен ақ шабуылға ұмтылған сәт. Абылайхан жалпы топты айналып өтті. 4-1 ойыншы қазір қыспақ қалуда. Алайда Абылайхан қаймығып жатқан жоқ. Бұл жерде қазір қараңыздар, алдыда сәйгүлігінің атының басы қайым екен, бір қайырып алды да жалпы топты айналып өтіп қазір жекедара алға қарай шабуылға ұмтылған ниетті. Оған көмекке келген біздің тәжірибелі ардагеріміз Ұлан Байтөреев те қазір оның бәлкім жүгенінен тартып алға қарай суырып алып шығуға да ниетті жалпы топтан. Сонымен тағы да Серкеге талас. Әзірге Серке қай ойыншының, қай палуанның еншісінде екенін аңғару қиындау болып тұр. 5-ші нөмірлі бұл жерде Абылайхан Шамбек әлі де болса Серкені тақымнан шығармаған сияқты. Оған көмекке келген Дәулет Айтан да бар. Ал енді тың күшпен, тың серпімен қапталдан қосылып жатқан ойыншыларда Қырғызстан құрамасының әрине есепте таразы басын теңестіру үшін барын салуда. 13 нөмірлі бұл жерде Ұлан Байтөреев Серкені еншісіне алған еді, алайда Серке алаңнан шығып кетті. 3 минут, 17 минуттың қалай сырғып өткендігін бізде байқамай қалған сияқтымыз. Нағыз эмоция, нағыз тартыс, нағыз айқас пен нағыз бір шайқасқа толы бұл кездесуді расымен қалың көрермен 2 жыл көлемінде күтті. Өз құрамаларын тілеуін тіледі және біз сіздермен бірге қазір жекпе-жекте барын салатын қос бірдей құраманың өкілдеріне кезек берсек. Сұлтанұлы Қубанышбек сәт сайын дәл осы сақа белді ойыншыға мүмкіндік берілуде және біздің ойыншымыз жоқ. Бұл жерде төреші қазір тағы да іске араласуы тиіс. Ойын ережесіне сәйкес, көкпар ережесіне сәйкес тағы да қазір Серке
кіші шеңберге орналастырады. Артынша жекпе-жекте барын салатын құраманың есімін анықтайтын боламыз. Санаулы минуттар қалды, құрметті көрермендер. Санаулы сәттер. Барша ағайын Алтықанат Алаштың асыл жұрты, барша көшпелі қауымның күткен бәсекесі де бұл жарыстың басты жарнамасы дәл осы кездесу болған еді. 9-шы нөмірлі Ернат Мәлімбай аттың басын бір қайырып алды. Жоқ, әлі де мүмкіндік берер емес. Бұл жерде төреші ережеге сай болуы тиіс. Тағы да ойқастап жүріп, кіші шеңберде өнер көрсететін біздің отандасымыз Ернат Мәлімбай мен Құбанышбек Сұлтанұлы бірінші кезеңде әсіресе дәл осы Сұлтанұлы Құбанышбектің белсенділігі байқалған еді. Уақыт қазір Қазақстан құрамасында жұмыс істеп тұр. Сол себепті де Қазақстан құрамасының өкілдері қырғызстандық көкпаршыларда бір зер салды таблодағы уақыт көрсеткішіне. Ал Қазақстан құрамасы үшін қазір енді уақытқа емес, енді көрермендердің бір айызын қандыратын, көрермендерге бір ерекше бір жарқын эмоция сыйлайтын қажет сәттер ішінде қорғанысқа басымдық бермей тек қана шабуылға ұмтылып жатқандығын көріп отырмыз. Тағы да Серкеге талас. Серке бұл жерде алаңда, уақыт жеткілікті. Қазір Қырғызстан құрамасының ойыншыларына таразы басын теңестіруге 1 минут қана уақыт қалды. Ал енді Қазақстан құрамасы жұмыла жұдырық болып, төртеу түгел болса төбедей келеді дейміз. Міне зер салыңыздар, квартет болып қарсыласты алға қарай жолын кесіп ұмтылуына еш мүмкіндік бермеуде. Ал бұл жерден Қырғызстан құрамасы не белбеу кетер сәт екендігін жақсы түсінуде. Ал қорғаныстағы ойыншыларымыз қайда? 12-ші нөмірлі Есенұлы Өмірбек шеңберге жеке дара жақындатпау қажет. 40 секунд уақыт қалды. Қазақстан және Қырғызстан құрамасының ойыншылары, біздің бір ойыншымыз тіпті аттан құлаған екен. Есжан Құрманбай бұл жерде салым есепке алынама. Бұл жерде бір сәйгүлік тіпті жарақат алып қалған сияқты. Есеп теңесті 4-4. Өкінішті әрине, санаулы сәт қалған еді кездесудің аяқталуына. Демек, осылай болуы да керек шығар бәлкім. Қазір енді есеп теңескен тұста қосымша уақыт ойналады бұл жерде. Қазір енді төрешілердің біліктілігі мен абыройына қалдырайық бұл шешімді. Бұл салым есепке алына ма, алынбай ма, бірақ дегенмен де 11-ші нөмірдегі Құрманбай Есжан мінген кәмпит жарыс кезінде жарақат алып қалған секілді. Ал қызығырақ және қыза түсетіні белгілі. Ол жақта да біздің отандастарымыздың дайындығы жоғары. Осы әлеуметтік желіде қалай аттарға бап көрсетілуде, қалай дайындық жасалғанын барлығын қарап білуге болады. Ал енді не белбеу кететін сәт. Есеп 4-4. 10 минут уақыт берілді. Қай елдің құрамасы, қай елдің шабандозы бірінші болып салым салады, сол жеңіске жетеді. Сонымен елімізге, біздің отандық көкпаршыларымызға тілеулес болып отырайық. Жан алысып, жан беріскен сәтте шабандоздар аттан құламай, сәйгүлік тұяқтан сүрінбесін. Қазір міне өте қиын жағдай, өте бір нағыз жүйелі ойынға жет бұл жерде. Осыған дейін дайындық барысында жасалған түрлі айла, тәсілдер өзінің нәтижесін беретін сәтті күтіп жүрген мінекей қаншама жанкүйерлер жүректері тебіреніп біздің көкпаршылардың жолына үмітпен қарайды. Қазір енді кезек жекпе-жек. Тағы да білмете команданы түгендеп шығайық. Бұл жерде 1-ші нөмірде Тұрғанбек Құрманбек, астындағы сәйгүлігі Нұрқасқа, 3-ші нөмірде Әзімбай Бақытжан Бөрте, 10-ші нөмірде Байтөреев Ұлан команданың сақа ойыншыларының бірі. Таужирен атты тұлпарымен қазір оқ бойы оза шауып, қарсыластың ығына жығылмай кезекті салым салуға дайындалып жүрген сәт. Ал міне Тұрғанбек Құрманбек, назарларыңызда Нұрқасқа мен
салымға қарай асықты. Осы бір салым бізге жеңіс әкелу керек. Қазір Нұрғасқаны тізгіндеген Құрманбек алтынға қол жеткізу үшін әрине барын салып жатқаны түсінікті. Бұл жерден де қырғыз көкпаршылары да қарап қалып жатқан жоқ. Қарсы келген сәтте бүйірінен соққан жылқының соққысы қазір енді сөзсіз бұл жерде. Сол бір тәмсілге оралғым келеді. Қорқақ хоккейде емес, қорқақ көкпар ойнамайды. Міне, Тұрғанбек, Құрманбек назарларыңызда. Шеңберге жақындаған сәт. Қазір енді мүмкіндік бола ма жоқ па? Бұл жерде мүмкіндік сәйгүліктің нағыз мықтылығы сыналады. Қазір Серке ортаға тасталды және жеңіс! Қуан қазақ елі! Міне жігіттер ерледі. Айдаспанға бірақ шығарып мінекей қаншама уақыт, қаншама үзілісте айла тәсіл, ақыл кеңес өз нәтижесін берді. Кезекті алтын жүлде осы күнді, осы сәтті біз жанкүйерлер Азат екеуміз қанша уақыт күттік. Азат, жеңісіңмен құттықтаймын. Құрмаш палуан деп астындағы Нұрғасқасына сенім арттық. Құрмаш палуан ғасыр көкпаршы деген атаққа әбден лайық. Құрманбек, Тұрғанбек, естеріңізге сала кетейік. 2022 жыл көшпенділер ойындарында да жеңістің негізін қалаған дәл осы Құрмаш палуан еді. Араға 2 жыл салып, тағы да көкпарда көк туымызды көкте желбіреткен Қазақстан құрамасын күллі жанкүйерлерді бұл жеңіспен құттықтаймыз. Алтын салым бірер минуттың ішінде мәселеге нүкте қойған бұл кездесуге және нүктесін қойған біздің отандастарымыз, біздің жігіттер, біздің палуандар жарады. Әзімбай Бақытжан, Құрманбек Тұрғанбек, Құлан Байтөрев, Құлажан Тоғайбаев, Ернар Жарылқасын, Ешжан Құрманбай барлығында жіпкетсеміз. Елдос Асыл, Ернат Мәлімбай, Дәулет Айтан, Арман Жамалбек, Абылайхан Шамбек пен Әділет Мамыт, бас бапкер Ақылбай Мәңкеевтің де бұл жерде әрине жеңіс теңдей жартысы дәл осы Ақылбай Мәңкеевке тиесілі екендігін естеріңізге сала кетейік. Нұрдәулет Момынов та әрине бұл команданың жеңісті негізін қалап берді, сұрыптады. Команданың теңдей жартысының дәл осы Әулиеата